Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын, алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Өзгеден артық боламын деп арындама, шамаңды сақта. Тең түскенге қанағат ет, қанағат қарын тойғызар, қанағаттық жалғыз атын сойғызар деген ата-бабаң. Бірақ тепкіге төзбе, ешқашан аяққа басылмағын. Өзіңді сыйлайтын жерге қайта-қайта жыртыңдап бара берме, қадірің кетеді. Арман жаста да, кәріде де болады. Адамның ойы, арманы ешқашан таусылмайды. Оны орындауға жолың таусылады. Адам өмірге мынау жарық дүниеге жылап келеді. Ата-ана, туған туыс айналасы шат-шадыман қуанады. Кетеріңде өзгелер жылап, өзің ризашылдықпен қуанып кететіндей істе. Мынау фәни жалғанда мінсіз адам болмайды. Бұл дүниедегі періштелер, сәбилер. Айыбың мен мініңді өзің түсінсең, санасыз болмағаның. Пышақ қаламның орнын ауыстыра алмайды. Пышақ кескен жер жазылып кетеді. Қалам жазылған жер жазылмас жараға айналады. Заң деген әдет, адамгершілік деген әдеп, әдеп деген басқаларға мейірімді болу. Алла аспанның да жердің де сипаты деп жазылған Құранда. Кейбір адамдар оны сезінбесе де жүрегінің бір түкпірінде осы өмірдегі арманнан басқа мәңгіліктің шексіз әлемнің шет жағасын көру арманы болады. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзан қол достар мен нағыз дұшпандар көбейеді. Ақымақтығыңды өзің ұғып түсінсең, ақылды болғаның, ал өзіңді ақылдымын деп сенсең, нағыз ақымақсың. Адам ешкімге сенбей, бәріне күдіктеніп, айналасындағыларды ылғи алдамшы, қу, нашар адам деп ойлап жүрсе, тура сондай сұмырайлар кездесе береді, қасыңа тоқталып, жинала береді. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі. Адамды бұзатын не? Тағы да сол атақ, ақша, арақ. Осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз еркектер бұзамыз. Анаң үшін аянба, аң тұрады. Балаң үшін аянба, бетің күйеді. Елің үшін аянба, ерлігіңе сын. Жұртың үшін аянба, жігіттігіңе сын. Қайратты әдісіңе жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Сабырлық алдында дұшпан сасады, сабырсыздан береке қашады. Сыр ерді шыңдайды, қорқақты қинайды. Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды. Арпалысып жүріп, алған абырой өмірдің ең шырын рахаты. Өмір үшін өлгенше күрес. Батылдық есеппен қимылдауды тәуекелмен ұштастыру. Тәуекел есеппен ақталады. Жанымда жатыр деп ойлап, қатынның тілін алмағын, бауырым екен деп ойлап, жақынның тілін алмағын, әділдікке құл болып, кең толғанып, көп ойлап, ақылыңмен билік ет, түсініп сезін тармағын. Қарабет болып қашқанша, қайрат көрсетіп өлген артық. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі. Намысты нанға сатпа. Сөз жылата да, жұбата да алады. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді.
именіп жүріп көрген игіліктен қарсыласып жүріп көрген бейнет артық. Біреудің қатесін орынсыз кешіруге болмайды. Ақкөңіл деген нәрсенің екі түрі бар. Аңғал ақкөңіл, ақылды ақкөңіл. Жалтақтардың көбі ақымақ, әкім құмар келеді. Мақтау қауіпті нәрсе. Мақтаудың екі түрі бар. Біріншісі қара ниетті мақтау, екіншісі ақ ниетті мақтау. Терлеп еңбек етпегеннің тілегіне жеткенін көргенім жоқ. Айғаймен ала алмайсың, ақылмен, айламен басқар. Алтын басты болсаң да ардан артық емессің. Ашуыңа ақылыңды жеңдірме, өз сабаңнан шығып кетпе. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Сыртқы тәртіпсіздік адамның ішкі кемшілігі. Ақылгөйлік кейде өнегесіздікке тірейді, тәртіп кейде тәртіпсіздікті тудырады. Екіжүзділіктің балын татып жүргеннен әділдіктің ащы уын ішкен артық. Өтіріктің қанатын қомдағанша ауыртпалықтың жүгінен бүгілген артық. Өзін сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз. Өтірік ақырында тіпті нағыз шындыққа сәйкес келетін ресми материалдарға сенімсіздік тудыратын ең зиянды у. Шындық бас шабатын айбалта, бұл өтіріктің тамырын шабатын айбалта. Мәдениетті болу қаздиып шіреніп машина мініп, шікірейіп қызметкер болу емес, мұның бәрі көз алдар сыртқы қабық қана. Ұрыста өмір ешкімге сыйға берілмейді, жеңіп алынады. Адам өмірден қымбат, масқаралық пен абыройсыздық өлімнен жаман. Нағыз салтаттың ар-ұяты кез келген сыртқы мәжбүр етуден де қатал. Қорқынышпен күресте ерлік жеңістің нәтижесінде парыз сезімі туады. Өз еркімен қорқынышты ешкім де жеңе алмайды. Тек қана мәжбүр ету жолымен ғана жеңуге болады. Ұрыс өнері дегеніміз, бұл ұрысты азырақ шығынмен жеңіп шығу деген сөз. Тек әділдіктің күшінің арқасында ғана әділ жандардың әділеттігі өмірден орын алады. Кім қорғана алмаса, сол өледі. Жеңіс өздігінен келмейді. Ғасырлар бойы сеңі бұзылмайтын өтірік болады, бірақ та бәрібір өтірік әшкереленеді.